Bir алтынның өзі 70 мың теңге болсын да. Дүние. Алтынның да бағасы көпті. Мен жоғалта қой тұрғанда картаға сақ қою керек. Терминалға жеті бар екен. Амасман. О. Каспий Голд кредит депозит. Қандас мынау білмейсің бе қалай салатын ақша? Аға, сіз ақша салайын деп жатсыз ба? Иә. Сізге бір өтініш болып тұр еді. Ақша жоқ оның. Өзім де ақшадан қиналып тұрмын. Жаңа ламбат қойып ақшаны елең шешіп отырмын. Жоқ, ақша бар ғой аға. Просто менде Каспийда болып тұр да. Иә. Сізге аударып берсем, наличный бере аласыз ба ма? 70 мың шығамасың ба? 70 мың шығады ғой аға. Ол мұнда. Номер айтып жібересіз ба? 747. 1 минут аға. 747. 666. 1686. Аға, 1 минут. 666. 1686. Кім деп шығу керек? Раяма деп шығар. Раяма дейсіз ба? Міне 70. Раяма, жақсылап қарамаңыз. Міне. Болды ғой ә? Кән. Міне. Болды. Рахмет. Жақсы аға, жол болсын аға. Жол болсын. Ай. Енді квартира алып алсақ. Жақсы. Рахмет. Алматыда интернет алаяқтық өршіп тұр. Жыл басынан бері мыңнан аса тұрғын сан соғып қалған. Әсіресе жалған чекті қолдан жасау оңай болып кеткен. Тәртіп сақшыларының алды. Қалай әлетсіңдер ме? Іздеңдер. Қалада тұратын болды. Қайда жүрсің? Қыздардың артынан кетіп қалған шығарсың да, Қызғанатын уақыт тапқан екенсің. Ізде. 70 мыңға жақсы бір квартира іздеші. Қандай ақшама іздеймін? Жоқ қой. Қандай ақшама іздеймін? Аудардым ғой, 70 мың тұр ғой. Олашы, 70 мың теңге тұр ғой, бір жақсы бір квартира ізде, далада жүргім болмайды. Міне жоқ. Қалай жоқ? Мен 70 мың теңге жаңа магазинге барғанда аудардым ғой саған. Жоқ жүрген жоқсың маған тұратын еді ғой жерсің. Охо, қазақ еліне плюс бір алданған отбасы болдыңдар ғой сендер. Бір мәнісі бар, бір мәнісі бар деп өмірдің мәнісінен айырылдыңдар ғой. Алданып жүре беріңдер сөйтіп. Тұра тұр ма? Ол кәдімгі чек көрсетіп тұр. Раяма деп шықты ол кәдімгі сен кәдімгі Каспий Голдың. Ой, көрсете береді. Әлі көрелерің алда сендердің. Жассыңдар ғой, нешедесіңдер өзі? Мынау көкім екен ғой. Сен еш бол аға. Сен ғой номерді қараған бұл емес. Айналайын, соңғы ақшамыздан айырылып отыр. Түсініп отырсың ба? 70 мың теңге жоқ қазір. Ой, сізге кәдімгі чек көрсетіп алдап кеткен ғой сізді. Қалай алдайды ол кәдімгідей Каспий Голдтан көрсетті ғой маған аударды ғой. Қазір интернет алаяқ деген көп қой. Қарасаңшы міне, мен қазір көрдім мына видеоны, өзім таңғалып отырмын. Міне. Алматыда интернет алаяқтық өршіп тұр. Жыл басынан бері мыңнан аса тұрғын сан соғып қалған. Әсіресе жалған чекті қолдан жасау оңай болып кеткен. Тәртіп сақшыларына алданғандар санын анықтау қиынға соғады. Жығылғанда жұдырық болды деген мақал тап біздің отбасымызға арналғандай күй кештік. Сан рет сан соғып қалсақ та, жылт еткен үміттің жоғы бардай, өмірге деген ұмтылысымызды алаяқтың әрекеті одан сайын шыңдай түсті. Шай бір ма? Бар. Қаншадан? 200 теңге. Тиын жоқ па сен? Маңызаға, 2 шай бересінші? Біз үшеуміз ғой. Мен тойттым. Әкемнің тоқпын деген сөзі жүрегімді елжіретіп, көзіме ыстық жастала келді. Әкемнің қамқорлығы таудан биік, анама деген махаббаты теңізден терең екеніне сол кезде көзім жетті. Ол болмайды ол бәрібір. Алмайды да телефонды. Звонда деймін. Звондамаймын. Көкірегіңді керіп бір. Көкірегім кергенде ол менсінбейді да, ол байдың баласы ғой, баяғыда бизнесмен. Бір нанды бөлісіп жедің жүр ғой. Bir tane bölüsüp jegende ол кафе, ресторан сондайлардан тамақ ішетін. Біз әшейін жатақханада жүріп, ұрлап жеп жүретінбіз. Ол бізді менсінбейді ол телефон нөмірінде. Мен далада қоңым келмейді. Звонда. Ол телефон нөмірінде өшіріп тастаған шығар. Қазір звондамасаң өзім звондаймын. Ештеңе шығ, звондамай. Әкеш. Ей. The subscriber is not available now. Өшірілді. Мен көрдің ба? Ол түгіл нөмірін өшіріп келдік. Мемлекетінде өшіріп тастаған шығар ол. Аяқ жағы 6352 деген нөмір. Мен де алмаймын ғой мысалға. Айналайын ол. Звондадыр. Алсаш, босай тез.
Alo. Қалайсың досым? Жақсы ма, амансың? Анау. Ай, Толикпін ғой. Ай. Қалаға келгем ғой, қалаға, Алматыға. Көшіп келгенбіз ғой, иә. Bir жағдай болып тұр да, досым. Жағдай болғанда әңгіме былай ғой. Төрлендіре. Кіріңдер. Алматылар. Ойбай, суық қой кәдімгі. Қар ерде түседіңіз, қандай суық. Осы жерде сөйлесіп қойдым сендерге. А? Осы жерде тұрасыңдар, үй алғанша, жақсылап, дем алып, орналасып, өз үйлеріңдей көріңдер. Болды. Өз үйімізді көретін болсақ, мына жердің шамалы проектісін ауыстырып, ремонт жасап, мощный қылып алу керек, Соңсыз ағам өзінің несі. Өз орналаса беріңдер. Жақсылап дем алғандар да. Болды. Кешке жақын біздің үйде тамақ. Болды. Әуре болып қоймады ма? Жоқ, тамақ кешке күтем. Болды. Алып келем өзім, жақсы. Жақсы. Болды. Жақсы. Көрме? Нағыз достығын осыны алып қарасай. Далада қалдырмай, үйіне шығарып қойған. Бізге бөлек кәдімгі общагадан орын алып беріп, ризамын. Мен студент болмай жатып общагаға тығыз жібердіңдер ғой. Мә, қатты шаршап тұрып кеттім. Нағыз дос деген соны далада қалдырмады ғой. Бірақ кезінде білем, студент кезінде пысық еді бұл. Ой, студент кезінде бұл. Жаппы алдым, жабай, аздап тұрген. Заман ма? Кеттік қой онда. Кеттік онда. Қаға барасың? Үйге шейін. Мынау ғой? Үй мен, көрші ғой. Көршіміз ба? Көршісің ғой, күстейді. Айтпасың ба, киімге қойып тұр. Ой, іште алмайды, киінсең шешінесің. Дәл өсін. Төрлендір ана. Қол жүріп отырған ана, тамақ дайын. Жаңа ғана пісті. Ыстықта берайық. Оны немейсің? Жоқ, тамақ алдырмын, просто тырнағым өсіп кетіп, соған қарап отырмын ғой. Просто ойлап кетіп, баяғыда ақша бар кезде осының өзін біреу қалдыртатына қойып отырмын да. Шымайдық сұрауға сәл ыңғайсызданып отырмын да, сенде бәрі болды ғой досым деймін да. Кәдімгідей дүние деген, мүлік деген, кәдімгідей әскей жеу сұрайтын ғой көрікті. Айтпашы, қатын қайда? Ол ұзақ әңгіме болып кетеді, оның бәрін айта берсем. Асықсыз емеспіз ғой, үймен отырған жер ғой. Айта берсін. Үймен отырған жер болғанда баяғыдай болмай қалды ғой бәрі. Ақшада болды, билікте болды, байлықта болды, көлікте болды, қатында болды, бәрі болды. Қақтан алды? Қақтан ағылды дегенде кетіп қалды. Енді аяқпен кетіп қалмаған жоқ, енді ақшаларың бәрі бір не жағдай. Кетіп қалмағанда енді баяғыда бір жаңағы мемлекеттік тендер білесің ғой біздің жұмыста. Соның бәрін алу үшін атыңда ештеңе болмау керек, тұрмау керек. Бізді көп тексереді енді жоғары жақта болғасын. Сөйтіп бәрін осы қатынның атына жаздым. Үйге мынау ұсақ түйекке де 20 миллион жинақ қойғам. Өткенде арамызда кішкене бір не болып қалды да ол өзі кетті бөлек. Сол байлық, дүние, үй, ақша бәрі кетті сонымен бірге. Қазір қалған осы общага ғана қалды енді. Осы жерде қалдық күнелді. Общага сенікі ма? Осы ғана енді қалғаны, бір алып қойған. Досым, солай де. Баяғыда бір жерден оқып ем, бір мықты кісі айтқан екен. Никогда не сдавайся, сдается только квартиры деп. Сол кісі айтпақшы. Бірінші рет өмір сүріп атырып қой енді. Қатерлессек іштен ағымас құрсын. Бәрі орнына келеді. Баяғы алғашында общага қайтып келгенсің бе сонда? Сол общага ғой мынау. Ең бірінші Алматыға көшіп келгенде білесің ба? Бір общага алып ақша жинап көшіп келген ауылда малды. Сол осы общаға қайттан айналып келдім өзім. Анау сотқа беріп, ана бір бағдарламаларға барып, шырылдатып жатыр ғой, сондай сияқты апарып бір шырылдатпайсың ба, шаңға алмайсың ба? Ол мен сотқа берсе, мен оны сотқа берсем, бүкіл елдің алдында жексұрын болып екеуміз қырылып атсақ, ит пен мысық құсап, не болады ол? Онда еркек емеспін ғой мен. Бір мәнісі болар. Бір мәнілеріңіз кәм 20 миллион крупный екен, біз тұқсы 5 миллион сондай отыр ғой. Аузың жауып отыр ше. Ғой. Пожалуйста. 20 миллионға сап-сабырлы болып отыр ғой. 5 миллион деп алдын үйге бір-бірін өлтіріп қойып жатады. Ой ше, айналайын. Мына тіліңнің жағына сүйенбей отырсың. Тілмен жақ сүйелмейді ол. Тілдің асы сулы болып тұрады, жақ тайып кетеді одан. Мына бір оқытып алып бірдеңе қыласың ба ше? Тамақ алыңдар, жаңағы ұрысып дарылдап кеттіңдер ол. Бәрі өтеді де кетеді, уақытша ғой бәрі. Ештеңе мәңгілік емес.
Қараңғы күннен кейін жарық шығады. Білесіңдер, құлаған адам қайттан тұрады. Бір сынақтың артында бір жақсылығы бар да. Ақша бар кезде кейде өзім жатып ойланам. Ақша бар кезде, билік бар кезде, байлық бар кезде бәрі қасымызда еді. Жан жағымыздан айналып, жағдайымыз сұрап шықпайтын еді. Достарымыз, бауырларымыз, ағайындарымыз. Қазір ешқайсысы жоқ та. Бірақ кейде өзімде ойлап қоям. Бізде бар кезде олардың қадірін біле алдық па, олардың жағдайын сұрай алдық па деп. Біз тойлатып ақшаны шашып жүргенде олардың да қарны ашып қалған енді уақыттар болып қалды ғой. Деп ойлап қоям. Осы қатынның көңіліне қараймыз деп баяғыда ауылдан келген қанша адамның көңіліне қарамай даладан қайтарып ек. Осы қатын тыныш ұйықтасын, жылы төсегінен тұрмасын деп тамақ істеш деп те айтуға дәтіміз бар ма бет. Ауылдан оқуға түсіп келген інілеріміз де үйге кіргіз бір күн қондырып жібере ма бек. Енді ағайынның ортасында мен қалдым. Қатын жоқ. Онымен бірге абырой да кетті. Түсіндім досым бәрін. Түсінгенді айтпашы енді түсінген. Не айтып отыр мынау? Ішіп отырсың? Үлкендердің әңгімесін тыңдап отыр ғой. Ештеңе қалмады десей, сонында. Ештеңе қалмағанда бәрін қайттан бастаймыз енді. Оның өкінетін ештеңесі жоқ қой. Біреудің қадіріне біреу жетпейді. Ең соңында ешкімге керек болмай қалған кезде сол сені керек ететін сол ата-анаң ғана екен ғой. Жақсың да досым? Давай, жақсы. Рахмет досым. Жақсы. Қызмет ұтай. Болды. Жүре бер, біз папаң екеуміз жүріп қайтамыз. Мынау үйдің кілті ме? Осы кілттің орнына бір табаныңның астынан кілт беріп қойсаң зор еді, тамаға. Кетші бер, ұйықташы бір. Бар, кетші бер. Біз шайнекті көріп, шайнектің ішіне не болып отқанын білмейді екенбіз ғой. Шай ұнамай қалды ма? Сөзім төркін түсінбеген, кетші бер, не қылып деймін. Не төркін кеткілеп тұр ма не? Талай достарым өзгерді. Бірақ сен былай шынайы жақсылыққа өзгергенін бірінші рет көріп тұрмын досым. Бірден қиналып кеттің ғой. Ей, 11 болмай келіңдер үйге. Ана блогтың арттарынан іздеп барып тұрмайын. Мынаның ата-анасы андай екен деген әңгіме естіп жүрмеймін мен. Тез келіңдер. Әйелдер деген сондай да, ештеңе білмей аузына келгенін айтып кейін өкініп жүреді. Сен де сондайсың ғой, бірдеңе айтасың да, шыж-быж боласың да жүресің. Өмір мен. Братишка, демек бар ма? Маған айтып тұр ма? Маған братишка деп тұр ма? Сен братишка дейтін не, мен бесің тербетпең? Тербеймін ал. Сен бірін шегесің ба, шекпейсің ба деп сұрамайсың ба? Шегесің ба? Шекпеймін. Шегім деп айта салмайсың ба? Енді мен шекпеймін ғой мен. Анау екі-үштік сабасың болады ғой қалтаңа. Біреу тоңки, біреу толстой. Мен ол зиян ғой ол демек деген. Енді мына удар зиян емес пе енді саған? Білмей қалдым ғой, ұрса бергенше бір. Білмей қалдым ғой. Ұрса бергенше бір-екі прием үйретпейсіз бе одан да? Бір-екі прием үйреткенде ол қазір прием үйренетін заман емес бала. Қазір прием үйретіп үйтіп төбелесетін заман емес қазір. Оның істесе мен приемдарын көтере алмайсың. Шынтақпен жаман кіретінім ғой мен бұлай. Бұлай кірген кезде. Қазір бірақ ол төбелесетін заман емес бала. Қазір ғылым, білімге бет бұратын заман. Айтады ана қылышпен қынап бар кезде ешкімге есе бермедік дейді. Білімге сенген заманда қапы қалып жүрмейік дейді. Зор айттыңыз. Мықты айттыңыз. Жоқ, мен айтпағам ғой. Кім айтқан? Оны анау Абылайхан атаң айтқан. Сіз айтты деп айта берем онда. Жоқ, мен айтты деп айтпа. Абылайханның өзін жібер. Ана біреудің сөзін өзі шығарғандай айтатындар бар ғой, бүйтіп кәдімгі бүйтіп. Жаман жаным келеді сондайларға мен. Онда Абылайхан ата екеуіңіз айтты деп айтайын. Жоқ, мен жоқ, мұны Абылайханның өзін жібер. Мен вообще ол кезде ауылда да болмаған дейсел. Онда бір ақыл кеңесіңізді айтып, бір хотя бы прием үйретпесеңіз де, мынандай кітап оқы деп те айтпаған екенсіз. Осыған дейін не айтып келе жатырмын мен саған қазір? Төбелесетін заман емес, анау емес, мынау емес деп. Ол ақыл емес қой, төбелесетін заман емес деген әңгіме ғой. Мен оны ақыл деп айтып жүрмін ғой бәріне. Ой, сіз де бір ақыл айтама деп. Енді ақыл айтқанда балам былай. Мен ол сенің заманыңа қазір
біз қандайақ сендей кезімізде дей салатындар бар ғой. Біз жас кезімізде мынандай едік қой, біз үйтетін ек қой, біз бүйтетін ек қой деген ол бос әңгіме. Айтасың ба ақылды? Сол айтып жатқан адамның мысалы жаңа жастардың заманына қарай айту керек ақылды. Заманауи ма? Заманауи ақыл айту керек. Ютубташ. Телефонын тастап кетпін ғой. Сен телефон тастап кеткен. Телефон тастап кеткен. Қаяқтан айтамын мен саған заманауи ақылдарды? Анау төте жазумен кітаптар, баяғыда кітаптардан. Енді мен соны интернеттен көрмеймін ба бірінші? Ай, соны енді интернеттен көрмеймін ба мен соларды? Сіз интернеттен көресіз ба? Заманауи ақыл деп мен саған дәлелдеп не? Мына бірінші удар тұсташ, бірінші удар өтетін болса, екінші удар. Кетін. Қоя тұршы, бір талған жетеді. Қалай достар, 4-ші серия ұнады ма? Қызықтың бәрі алда болма. От души лайк басып, комментарийді үздіксіз топырлатып жаза бер. Ең бастысы 5-ші серияны тезірек көргің келсе, подписаться дегенді басып кет. Тіркеліп кет. Сол кезде бірінші болып сен көресің.